Ассалаумағалейкум ағайын, керемет жаңалықпен бөліскіміз келіп, сот арқылы банкроттық бойынша бауырымызда банкроттық рәсімі басталып жатыр, сотта жеңіске жеттік. 3 миллион 600 мың қарызы бар. Сол бойынша қазір хабарласып, қуанышпен бөліспекшіміз. Ал енді бұйыртса, неке қоңырау шалу басталды. Жаңа сотына Ақылжан, сен қатыстың, қалай өтті соты? Соты жақсы өтті, өте оңды, жақсы шешім шығарды біздің тарапқа. Тамаша болды, Қозғау туралы қаржы басқарушысының қорытындысының бәрі берді. Қаржы басқарушысы қорытынды келеді деп берді банкроттыққа. Бізде өзіміз. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым, таныдың ба мені? Рауамын ғой заң-заңғарынан. Жақсы жаңалықпен бөліскім келіп тұр, ана банкроттыққа байланысты. Іс бойынша жеңіске жеттік, құтты болсын. Банкроттық рәсімі басталды енді, қаржы басқарушымен жұмыста жүргізетін боласыңдар. Қалай? Көңіл күй қалай? Бұл жақсы жеңіс қой. Жақсы. Қуанбайды дейді ғой, деймін. Солай ма деп қоясың ба? Бұған жеткендер де бар, жетпегендер де бар. Енді оң болсын. Енді әрмен қарай қаржы басқарушысы хабарласады. Қаржы басқарушының телефондарын бәрін береді Ақылжан. Сол бойынша жұмыста жүргізіп. Мінекей Ақылжан қасымда. Жаңа сотқа қатысты. Енді ары қарай қаржы басқарушымен сөйлесіп, сол аресттерді шештіреді, бүкіл сізге қойылған. Егер проблема болып жатса, қосымша хабарласасың, арест шешуге байланысты оған да көмектесіп береміз ғой. Сол, оң болсын. Бұл үлкен бір жеңіс болды, оңай емес сотқа. Өйстіп, заңгерлер жалдап қойып, рахаттанып жатып, мәселені шешкенге не жетсін, я? Ауырып қалып едім ғой. Түсіндім, я. Қазір давление анау-мынау деген көп қой қазір. Алла шипасын берсін. Жақсы Аллаға, осындай жеңісті күндерде көп жолығайық. Енді келешекте кредит алмайтын боламыз енді, 5 жылға дейін. 5 жылдан кейін өше кредит алмауды үйреніп алатын сияқтымыз ғой. Бірінші кредитім ғой, кредит алмаған бұл. Болды онда, жақсы екен. Бүлініп үлгірмеген екенсің ғой. Жақсы онда ал. Хабарлас. Жақсы ал. Оң болсын. Керемет, осындай жеңістеріміз көп болсын, баршамыз адамдарға бұйыра берсін. Ағамыздың бірінші алған кредит екен, бірінші алған кредит бойынша банкроттық жарияланып, енді кредит алмайтын болып тұр. Келешекте жалпы негізі кредитсіз өмір сүруге реально болады. Біздің өзіміздің ақымақтығымыздан аламыз кредитті негізінен. Және біздің өзіміздің қаржымызды, қаражатымызды есептеп, үнемдеп жұмсауды білмегеннен, сосын біздің қазақ майлығымыз бар, қанымызда бар. Енді оны мұндай қателіктерге біз бәріміз, былайша айтқанда бәріміз сақтандырылмағанбыз, көбіміз жібереміз, сақтау білмейміз, ақшаны жұмсап жібереміз, бірдеме болса патырлатып шашамыз. Тіпті тойда білесіздер ғой, патырлатып, анау сәлем салғанға беташарда көп ақшаны салып жатыр. Сол үлкен қылып, керемет қылып тойды өткіземіз де, артынан жылап шып, шыңғырып бірдеме дегендей, сөйтіп кредит төлеп жатамыз, қиналып жүреміз. Біз салют алып, аспанға ататын адамдарымыз ғой, қарызға ақша алып, ретпен. Сондайды қойсақ, біз бай болған болар едік. Кредитті кәдімгі ақымақтық қадам деп қабылдау керек та, бізге сол кезде біз түсінеміз. Біз оны бір мәселені шешем, бір күшті керемет нәрсе деп ойламаймыз. Қанша адам бізге хабарласып жатыр, барлығы осы кредитті бекер алған екем, таза ақымақ болған екем, неге өйткем кредит алмасам жақсы болатын еді деп, талай адам шырылдап, өсіп шаршап жүр. Ағайын, Қазақстанды біздің елімізді байытам десеңіздер, біздің еліміздің байуына, тұрмыстың жағдайын жақсаруға үлес қосам десеңіздер, онда бойларыңызда кредиттен ада ұстаңыздар. Барынша кредит алмайтын жағдайда өмір сүруге басынан бастап жоспарлап өмір сүріңіздер. Мен мысалы үшін не істеймін? Келешекте кредит алмас үшін мен қазір ұйықтамаймын. Келешекте кредит алмас үшін мен қазір оқимын, ізденемін, шапқылаймын. Келешекте кредит алмас үшін мен сол кездерде шаршап қалмас үшін қазір жүремін, жүгіремін, велосипедке отырамын, шаршап шалдықпауға жұмыс істеймін. Өзімдегі бар мүмкіндіктен де артық нәрселерді істеу үшін мен велосипедке отырып алып, ешқандай дайындығым болмаса да Шымкентке тартамын. Менің қолымнан келмейді Шымкентке велосипедпен баруға. Менің қолымнан келмейді жалғыз өзім 30 килограмм жүкті арқама салып алып, велосипедке мініп алып, жапан түзде күн ыстық Шымкентке кетуге. Қолымнан келмейді, бірақ мен соны қолымнан келмесе де істедім. Яғни біз қолымыздан келетінді емес, қолымыздан келмейтін істеуге ұрынуымыз керек, ұмтылуымыз керек. Және біздің әрбір қадамдарымыз адалдық, әділдік, адамдық және ең бастысы имандылық өлшем шарттарымен өлшеніп істелсе, біз бағдарымыздан ешқашан адаспаймыз ағайындар.
бақытты болайық. Біз бақытты болу үшін жаратылғанбыз. Біз қазір жан жағымызда толып жатқан ризық, несібе, байлық бар. Соны байқап, бақытты екенімізді сезінейік ағайындар. Біз барымыз, біз тіріміз, біз ояумыз, біз бақыттымыз.